Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұны менен жасыру керек пе? Неге маған айтпадың дейді. Мен қолайлы сәтті күттім дейді. Не қолайлы сәт? Иә. Сен маған қолайлы сәтте айтқан жоқсың, бұл дұрыс болмады дейді. Ішке кірейік, бізде бәрі іште күтіп отыр дейді. Сен менен бұлай құтыла алмайсың дейді. Сен менен тағы ештеңе жасырмайсың деп ойлаймын. Әлде сенің қолайлы сәтіңді күтеміз бе дейді. Сосын Юг тарелкені алады. Сосын Югтың тарелке алып келе жатқанына бәрі қарайды. Кәнекей, Гауриді шақырыңдар дейді. Матхури шақыр дейді. Сол кезде Гаури мен Кали үстіңгі қабаттан түсіп келе жатады. Отыра бер, міне өзі де келе жатыр дейді. Сосын Гаури бәріне сәлем дейді. Бәрі таңғалып қарап қалады. Әсіресе Югтың әжесі. Вишвавир аңдап түсіндіруге тырысады. Оны Кали түсінеді. Кали сыбырлап Гауриге батасын ал дейді. Гаури бата алады. Югтың әжесі бақытты бол дейді. Юг өз-өзімен сөйлесіп тұрады. Сен неге Калиге қарай бересің? Калиден не сұрақ ала алмай жүрсің дейді. Пуджаға дайындалайық, қазір пуджа басталады дейді Вишвавир. Иә, қазір пуджаға дайындалайық дейді Югтың әжесі де. Югтың әжесі, мына қыз неге үнемі қара киім киеді дейді. Ол біздің отбасымыздың мүшеміздей, біз оның отбасымыздың мүшесі деп санаймыз. Югтың әжесі, мен түсіндім дейді. Дәл біздің Мухта сияқты дейді. Ол да біздің үйдегі сондай адам дейді. Өтініш, бұның киімін ауыстырыңызшы, мені түсінді деп ойлаймын. Әрине дейді. Қызым, кәнекей, киіміңді ауыстыр дейді Вишвавир. Бізде 14 минут қалды, кәне пуджаға дайындалайық дейді. Кали киімін ауыстырып, үстіңгі қабаттан келе жатады. Оған Юг қарап қалады. Сосын Кали келген қонақтарға және де отбасына прасад тарата бастайды. Сосын Юг Калиге сен әдемі болып тұрсың дейді. Кали үндемей кетіп қалады. Кали Югтың қолын кіреккен байқап қалады. Мен тағы бірдеңені дұрыс істемедім ба, енді қолымды жууға аңдып жатсың ба дейді. Сіздің ана қолыңыз кір дейді Кали. Иә, рахмет дейді. Кали кетіп бара жатқанда, оның көйлегі қыстырылып қалады. Кали тоқта дейді де, оның көйлегін алып береді. Кали рахмет дейді. Сосын ары қарай жүре береді. Гаури Калиге тест тексерулерді ұйымдастырамыз дейді. Гаури өтірік құлайды. Оны Юг ұстап қалады. Кали абайла дейді. Мен Гауримін, кешір, мен Гаури деп айтқым келді дейді. Шива құдайдың мүсінін мына жерге қоюымыз қажет дейді. Мен қозғала алмаймын. Шива құдайдың мүсінін осы отбасыдан біреу әкелуі қажет дейді. Пірадар, Вишвавир, мен барайын дейді. Вишвавир, жоқ пірадар, сіз отыра беріңіз, өзім барамын дейді. Сосын Вишвавир Шива құдайдың мүсінін әкеле жатады. Шива құдайдың қойылатын жеріне бір көбелек қонып отырады. Көбелектің үстіне Шива құдайдың мүсінін қояйын деп жатқан кезде оны Кали көріп қалады. Көбелекті өлтіріп алмау үшін Шива құдайдың астына өз қолын қойып қалады.
Кали, көмектесіңдер дейді. Вишвавир, Кали, сен істеп жатырсың дейді. Гаури Калиге қарай жүгіре бастайды. Кәне көтеріңдер дейді. Өтініш көтеріңдерші, сендер не істеп жатырсыңдар дейді. Я, Гаури, көмектесемін дейді Вишвавир. Бұны қозғалтуға болмайды. Әйтпесе жаман ырым болады дейді Пірадар. Не күтіп тұрсыңдар, кәне көтеріңдер дейді. Юктың әжесі біз жаман ырым болғанын қаламаймыз дейді. Сосын Юк Калиге қарай жүгіре бастайды. Әлгі Шива құдайдың мүсінін көтеріп алады. Юк, балам, тоқта дейді. Юк ешкімді тыңдамай мүсінді көтереді. Гаури, қане, көтер дейді. Бұлай жасамаңыздар, әйтпесе сұмдық жағдай болады дейді. Кали қолын шығарып алады. Нилуаға тез дәрі-дәрмектерді әкел дейді. Юк, балам, сен бұны жасамауың керек еді дейді. Мен ешқандай жамандық жасаған жоқпын дейді. Мына сіздің жасап жатқан ырымдарыңызға сенбеймін дейді. Бұл ешқандай ырым емес, бұл дін дейді. Біз қазір мүсінді қозғалтпағанда Калидің қолы аурушы еді. Құдай бізді жаратты, бірақ бізді жапа шегу үшін жаратқан жоқ дейді. Ал мына сіздің мүсініңіз Калиге жапа шектірмекші болды дейді. Діни рәсімімізді бастаймыз ба дейді. Иә дейді. Гаури, не болды дейді Вишвавир. Мен бұл одаққа өз келісімімді беремін дейді Гаури. Вишвавир қуанып кетеді. Юк, кәнеке, жақында дейді. Олар бір-бірінің қолдарын ұстатады. Кали оларды көріп, кішкене көңілі түсіп кетеді. Гаури, Кали, кәне бізге қосыл дейді. Мыналарды Құдайға ұсыныңдар дейді. Олар рәсімдерін өткізіп жатады. Кали Гауриді шетке алып келеді. Гаури, не болды дейді. Гаури, сен жаңа қарым-қатынас құрмақшысың дейді. Қазір жақсы сәт болып тұр, шындықты айтуға дейді. Кәнеке, шындықты айт дейді. Юкке шындықты айт, өтініш дейді. Жоқ, Кали дейді. Кали, сен дұрыс айтасың, мен бұндай жігітті ешқашан таппаспын дейді. Сен көрмедің бе, ол қандай жақсы жігіт, ол маған ұнай бастады, мен оны жақсы көре бастадым дейді. Біз бұл шындықты ешкімге айтпаймыз, айтып қойсақ, бізге жаман болады. Сол үшін осы шындықты жасырып жүреміз дейді. Бірақ Гаури, сен маған айттың дейді. Кали, өтініш, менің бастығым болмашы, мен бұны өзім дұрыс деп санаймын. Гаури, қарым-қатынас тек шындықпен болады дейді. Гаури, сендердің өмірлеріне және қарым-қатынастарына бұл шындық жағымсыз жағдайларға әкеліп туғызады дейді. Сен не деп тұрсың, Кали? Жоқ, маған қазір ыңғайсыз. Маған жақсы сәт туған кезде өзім шындықты айтамын дейді. Гаури, қызым, келіңдер, бәрі мұнда дейді. Олар тағы да рәсімдерін өткізіп жатады. Бәрібір бұның соңында менің ханшайымым бұл некеге келісті дейді Вишвавир. Қарандаршы, менің ханшайымым біреуге хабарлама жазып жатыр дейді. Колледждегі құрбыларым ба дейді Вишвавир. Матхури, қарашы, менің армандарым орындалып келе жатыр дейді. Миссис Чоудари, ол қандай өтірікші, маған одан абайлап жүру қажет дейді. Не ойлап кеттім, Матхури дейді. Гаури Юкке хабарлама жазып жатады. Оны Юк телефонын алып оқып қалады.
Гаури Юкке бүгін кафеде кездесейік деп жазып. Әлгі дауыс Гауриге келмейді дейді Юк. Ол ішінен Гаури жайлы біраз нәрселер ойлайды. Кали әркімге шай беріп жүреді. Кали Кальяниге мені қорқытатын ойыннан аулақ жүр дейді. Ол тәтесіне көптеген сөздер айтып тастайды. Кальяни Калиге сен мәңгі тұмар болып қаласың дейді. Мен сізді жақында әшкере қыламын дейді Кали. Сен мені әшкере қылғың келіп жүрме дейді. Онда сен мені әлі толық білмейді екенсің дейді. Кали Вишвавирге шай әкеледі. Сен бақытты бол, Құдай саған ұзақ өмір сыйласын дейді. Гауриге де шай береді. Гаури рахмет дейді. Гаури Калиге қалай, мен қалай көрінемін дейді. Кали жақсы дейді. Жақсы, бұл не бәле? Кали, бүгін мен Юкпен кездесемін дейді. Сен өте жақсы көрінесің дейді. Түсінбедім, не, менің киімімне бірдеңе болып тұрма дейді. Балдар, әсіресе Юк сияқты адамдар қарапайым ұлттық киім киіп жүрген қыздарды ұнатады. Ол жоқ, қарапайым адам боламын десей, артымнан жүр, мен саған түсіндіремін дейді. Айнаға қара дейді. Кали, мен Биндиді ұнатпаймын, тек біреу кішкентай дейді. Жоқ, Кали, сонда әдемі болады дейді. Ал енді сен әкесінің ханшайымы болып тұрсың. Ол жоқ, сен үнемі әкем жайлы айта бересің дейді. Гаури, мені тыңда дейді. Ол жоқ, тағы не болды дейді. Гаури, сен оған шындықты айтасың ғой, я дейді. Мен қайдамын? Қандай шындық? Менің ішінде ештеңе жоқ дейді Гаури. Жарайды, сау бол дейді. Гаури, тоқта. Мен сені жақсы көремін, рахмет. Гаури, мені тыңдашы, Гаури. Ол келген соң онымен қайтадан сөйлесемін. Ол Юкке барлық шындықты айтуы керек дейді. Оларды Кальяни тыңдап тұрған еді. Гаури Юкпен кездесуге келеді. Ол жоқ, бүгін бейсенбі екен, караоке күні екен дейді. Ол маған ән айтшы демейтін шығар дейді. Гаури Юкке сен бүгін біртүрлі болып отырсың ғой дейді. Мен сені баяғыда ұлттық киімнен көрмеппін дейді. Осы үшін саған Бинди жарасады дейді. Рахмет. Ал Гаури саған не ұнайды дейді. Маған мода ұнайды, мода дейді. Маған Гуччи, Коко, Шанель, Луи Виттонның дизайнерлік заттары қатты ұнайды дейді. Юк таңғалып қарап түсінбей қалады. Ал саған әндерден қандайы ұнайды дейді. Маған Риана, Джастин Бейбер, Леди Гага, олар қандай күшті, олар маған ұнайды дейді. Ал саған классический үнді әндері ұнамай ма дейді. Жоқ, маған олардың ешқайсы ұнамайды дейді. Ой, жоқ, мен дұрыс айтпадым, олардың бәрі күшті дейді. Гаури, сен де ән айтшы дейді. Бүгін ән айтатын көңіл күйім жоқ. Ой, қойшы, бір ғана ән ғой дейді. Өтініш, тек бір ән ғой. Гаури әтейі өз сөмкесін құлатып жібереді. Әлгі қызметшіге ақша ұсынып, бұл караокені өшірсін дейді. Әлгі қызметші тез келіседі. Оны Гаури ыммен көрсеткен болатын. Сенде бәрі жақсы ма? Я, менде бәрі жақсы дейді. Соңғы ән бізде аяқталды дейді. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Келесі аптада кездесеміз, сау болыңыздар дейді. Юк, мен келесі аптада айтамын, саған уәде беремін дейді. Прохит Джи, бұл некені қалай бұзамыз? Бұл некені сен бастадың, ал енді қалай бұзатын ойладың ба дейді. Бұл некені бұзатын менің бір жоспарым бар дейді. Біз Юк пен Гауриді үйлендірмейміз. Біз Кали мен Юкты үйлендіреміз дейді.
Не? Иә, дейді. Гаури ашуланып келеді. Калли айтады: Гаури, сен бүгін тез келдің дейді. Иә, дейді. Сен оған шындықты айттың ба дейді. Жоқ, айтқан жоқпын дейді. Онда мына телефонды алып, өзің хабарласып айт дейді. Ол маған классикалық әндерді айта бастады, Рама Құдай секілді, ал мен оларды түсінбеймін. Сен осылай өтірікті жалғастыра берсең, саған қиындық туа береді дейді. Білесің бе, сенің даусың менікі дәл қалай тұмарым болған секілді дейді. Бірақ сен шындықты айтуың керек дейді Калли. Юг далада жаттығу жасап жатады. Юг бағана кездескендегі сөздерін есіне алады. Гаури, сен неге ән айтпайсың? Бүгін менің ән айтатын көңіл күйім жоқ болып тұр дейді. Сосын оның тәтесі келеді. Болды, доғар, жаттығуыңды тоқтат дейді. Неге тоқтатпай жаттығу жасай бересің? Менде бәрі дұрыс, бүгін Гауримен кездестім дейді. Маған өтірікші айтушы болма дейді. Тәте, менде бәрі дұрыс емес.